Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында өте жып-жұмсақ, тәп-тәтті және де оңай жасалынатын коржықтар жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап өтіңіздер. Алдымен 3 жұмыртқамызға үстінен қантымызды салып, жақсылап тұрып, қантымыз ерігенше араластыратын боламыз. Қантымыз еріген соң үстінен сүтімізді және де сұйық майымызды қосып, тағы да кішкене араластырамыз. Одан соң үстінен бір үлкен қасықпен бал салып, кішкене араластырамыз. Енді үстінен 2 қасық разрыхитель салып, кішкене араластырып, ұндарымызды осылай бөліктерге бөліп, қоюланғанша араластырамыз. Қоюланған соң қолымызбен жақсылап тұрып, жып-жұмсақ қамыр илейміз. Толық рецепті төменге описание бөліміне жазатын болам, сол жерден қарап өтсеңіздер болады. Біздің қамырымыз иленіп болды, осындай жып-жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр иленуі қажет. Енді қамырымызды 10-15 минутқа тындырып, одан соң осылай оқтаумен барлығын жаятын боламыз. Біздің қамырымыздың қалыңдығы 5 сантиметрдей болу қажет. Енді осындай формамызды алып, бауырсақ кесетін форманың ең үлкен бөлігін алдым. Барлығын осылай кесіп шығатын боламыз. Сіздерде форма болмаған жағдайда кесемен немесе стаканды пайдалансаңыздар болады. Барлығын дайындап алған соң формамызға пергамент қағазын төсеп, барлығын орналастырып, үстінен кішкене қант сепсеңіздер болады. Және де біздің корждарымыз 15 минутта 180 градуста дайын болады. Өте оңай, тез дайын болады және де жып-жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Біздің корждарымыз дайын. Уақытыңызды да көп алмайды және де құрамы да өте қарапайым. Егер де менің видеом ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз, алда шыққан жаңа видеоларымды көретін боласыз. Балдарыңызға және шайға ұсынсаңыздар болады. Жып-жұмсақ, тәп-тәтті. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.